Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші студия хабары, тізгенде Алихан Асқарлы. Дана халқымыз сонау оқылым заманнан бірлік, береке, ел қызығы деген тәмсілді жастар санасына сіңірген. Мақсатты түсінікті, болашақ қамның тыныштығы. Алайда осы бейбіт күннің құтынға ұшыратын әртүрлі экстремистік топтардың лаңкестік әрекеті еліміз алға басқан сайын балаққа жармасуда. Қазақстандық және шетелдік сарапшылар терроризм проблемасы тек Қазақстанға ғана төніп тұрған нақты қауіп емес дейді. Ол барша орталық Азиядағы жалпы ахуал деген пікірді алға тартады. Бұл кеселмен қалай күресуге болады, қандай шараларда қолға алған жөн? Бүгін студия қонағымен осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Ендеше таныс болыңыздар, студиямыздың мейманы Дархан Сыздықов, Қостанай облыстық Марал Ишан мешітінің наиб имамы. Қош келдіңіз аға. Енді бүгінгі біздің тақырыбымызға жалпы қазіргі таңдағы мынау жат ағымның жетегінде кетіп жатқан жастардың санасын өзімізге қайта аудару, өзіміздің дәстүрлі дініміздің дұрыс насихатталу төңірегінде болмақ. Бірінші сұрағымыз, жалпы қазіргі таңдағы Қазақстандағы діни ахуал қаншалықты тұрақты өңіріміздегі соның ішінде? Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы енді Қазақстан бойынша айтатын болсақ, және өзіміздің Қостанай облысы бойынша айтатын болсақ, қазіргі уақытта діни жағдай қазіргі уақытта тұрақты деп айтуға болады. Себебі оған өзіңіз енді көріп жүрген сияқты теледидарлардан, сол сияқты жалпы интернет жаңалықтарынан ондай бір дінге қатысты, сол сияқты экстремизмге қатысты сондай бір сондай жағдайлар, олқылық бір оқиғалар болып жатқан жоқ. Оның өзі Құдайға шүкір дейміз. Ал енді жалпы қазіргі уақытта Қостанай облысы бойынша айтатын болсақ, Қостанайда 35 мешіт қазіргі уақытта қызмет жасап жатыр. Соның ішінде бір облыстық, 4 қалалық, 16 аудандық, оның ішінде 15 ауылдық мешіттер. Енді әрқайсысының жалпы жамағатына келетін болсақ, әлбетте қалалық жерлердегі мешітке келушілердің саны әлдеқайда көбірек болады. Ауданда, енді аудан екінші орында тұрады. Одан кейін ауыл жерлерде көбінесе адамның мешітке келіп кетуі өте сирек жағдай. Сол себепті енді жалпылама айтқан кезде жамағаттың қалалық жерлердегі санына келетін болсақ, мынау 5 уақыт күнделікті намазға келетін жамағат ол бөлек болып келеді. Сол сияқты жұма намазына келетін жамағаттың саны ол әлбетте бөлек. Себебі жұма болғаннан кейін бұл жерде 5 уақыт намаз оқитыны да бар, оқымайтындар да бар. Барлығы да не істейді? Мешітке келеді. Қасиетті күн болғаннан кейін жалпы қайтқан кісілердің аруақтарына Құран оқытуға немесе қандай да бір діни мәселеде сауалдар болса, сол мәселелермен әртүрлі діни жағдайға байланысты мәселелермен келіп кететін кісілердің саны көбірек болады. Сол себепті енді 5 уақыт намазға мынау қалалық жерлерде 50 менен 100-дің 80-ның аралығында адамдар келеді. Ал енді жұма намаздарына қалалық жерлерде 1500, 2000-ның, кейде 2000-нан да асып жатады. 3000-ның көлемінде адамдар келеді. Ал енді аудандық жерлерде оларда 5 уақыт намазға 10 мен 20-ның аралығында, 30-ның аралығында болатын болса, жұма намазына 50 мен 100-дің арасында болып жатады. Сол себепті енді жалпы мешіттің ішіндегі сол жамағатпен де сол мешіттің ішіндегі тұрақтылықтың өзі бұл өте маңызды нәрсе. Себебі мешітте көп жағдайда сол адамдармен жұмыс жүргізіледі, яғни соларға діни мағлұматтар беріледі, насихаттар айтылады. Сол себепті осының барлығы дұрыс насихат беру, дұрыс жаңағындай дініміздің, дәстүрлі дініміздің насихатталуын, соның бағытын дұрыс жеткізе білу бұл өте маңызды нәрсе. Өйткені адамдардың мынау санасына кірген нәрсе ең әуелі. Бұл сол нәрсе көбінесе адамдардың ойында тұрақтайды. Сол себепті біздер ең бастысы сол кез келген адамға ең бірінші діни мағлұматты беруге тырысуымыз қажет, және сол жолда жұмыс істеп жатыр. Жалпы қандай профилактикалық шаралар жүргізілетін нақтылай кетсеңіз? Ал енді профилактикалық жұмыстарға келетін болсақ, мәселен енді осы жуырдағы өткен жұманы айтатын болсақ, осы жұмада біздің тақырыбымыз жалпы мынау діндегі түрлі ағымдардан сақтану, солардың жаңағындай қоғамға келтіретін зияндары жөнінде болды. Соның ішінде мүмкін естіген шығарсыздар, 2016 жылы Такфир вал хиджра деген жамағат жаңағындай Астананың аудандық сотымен тыйым салынған ұйым болып жарияланған, танылды. Яғни бұл топтың ең бірінші жаңағындай ұстанымы дейміз бе,
немесе солардың бір көзқарастары өзі аты айтып тұрғандай бірінші адамдарды күпірлікке шығару, яғни дінсіз деп жариялау. Қандай жағдайда? Егер олардың ұстанып жатқан ұстанымына қарсы келсе, яғни соны қолдамаса. Екінші мәселе қандай? Жаңағы хиджра деген сөз, көшу ғой. Көшу. Яғни дінсіз қоғамнан немесе дінге тыйым салынған бір ортадан, мемлекеттен, дін кең жайлаған, жаңағыдай дінге көзқарасы оң мемлекетке қарай көшу. Осы мәселені не істейді? Олар көтереді. Егер кімде-кім сол көшуге жауап бермесе, оларды сол дінсіз деп немесе кәпір деп не істейді? Жариялайды. Сол себепті бұл әлбетте қоғамда үлкен зияны бар. Себебі адамды жүрегінде Аллаға сенім бар адамды кәпір деу, ол әлбетте үлкен бір қылмыс, үлкен бір жаңағындай күнә болып есептеледі. Сол себепті де енді бұл жерде олардың көзқарастары мынау көшу мәселесін өте тар түсінікте түсінеді. Неге? Себебі олардың түсінігінде жаңағындай кез келген мемлекет қазіргі уақытта олардың сеніміне сәйкес болмағаннан кейін ұстанымдарына, демек олардың ол мемлекеттің барлығы не? Дұрыс емес мемлекет. Ондай мемлекеттен не істеу керек? Кету керек, құтылу керек деген сияқты. Сол себепті әлбетте бұның барлығы жансақ пікір. Неге? Себебі қазіргі уақытта ешбір мемлекетпен соғыс жағдай жоқ. Сол сияқты өзіміздің мемлекетімізді алатын болсақ, біздің мемлекетімізде де дінге оң көзқараста. Яғни дінімізде мысалы тәуелсіздік алған кезде 70-тен астам ғана мешіт бар болған болса, қазіргі уақытта 3000-ға жетті. Оның өзі нені білдіреді? Яғни осы мемлекетіміздің дінге қатысты саясатының оң екенін көрсетеді. Сол сияқты қазіргі уақытта да мешіттердің ашылуы, жамағаттың көбеюі, жалпы дініміздегі ең негізгі 5 принцип бар. Ол намаз, ораза, қажылық, зекет. Осы нәрселердің барлығынан естіген елімізде тыйым салынбаған. Яғни бұның барлығын кез келген жалпы мемлекетімізде қандай адам, қоғамда кез келген адам қандай дінді ұстанғысы келеді, өзінің еркіндегі нәрсе. Сол себепті бұндай мемлекетті дінсіз деп жариялау, ол әлбетте не? Дұрыс емес, қате пікір, қате түсінік. Сол себепті кей жағдайда мынау зайырлы деген ұғымды да көп мынау жаңағындай ағымда жүрген адамдар немесе ағымның негізін қалаған кісілердің көбісінің түсінігінде мынау зайырлық деген нәрсе дінсіздік деген ұғымда түсініледі. Бұл әлбетте дұрыс емес. Яғни зайырлық деген нәрсе ол дінсіздік деген нәрсе емес. Ол жалпы зайырлық деген кез келген нәрседен істейді, адамның құқығы қорғалады заң жүзінде. Сол себепті ол кез келген дін ұстанушының да несі бар, өзінің құқықтары бар. Оның барлығын істейді, мемлекет қорғайды. Сол себепті сіз ол жерде христиан дінін ұстанасыз ба, мұсылман дінін ұстанасыз ба, бәрінің де заңында істелген, қорғалған. Сол себепті бұл жерде ондай түсініктен аулақ болған дұрыс. Міне осы мәселеде біз не істедік? Жұма уағызында жаңағындай адамдарға мешітке келушілерге яғни түсінік бердік. Соның ішінде осы мәселеде мынау әлбетте көп жағдайда қазіргі уақытта мынау Сирия мәселесі. Сол жаққа көшу не болды? Жер аудару үрдісі көп болып кетті. Енді қазіргі уақытта біраз саябырлады, бірақ алдыңғы жылдарда 16-дан бастап жалпы не істеді? Көп жағдайлар тіпті Қазақстаннан мынау интернетте ақпараттар бойынша 500-ден астамдар адамдар сол жаққа көшіп кетті деген сияқты хабарлар айтылды. Бірақ дегенмен бұл жерде айтайын деп жатқанымыз, жалпы жақында елбасымыздың жалпы мемлекетіміздің басшылығының тарапынан Жусан деген бір операция жүргізілді. Бұл операцияның негізгі мақсаты сол Сирияға кетіп қалған қандастарымызды, азаматтарымызды елге қайтару. Оның ішінде 47 адам қайтарылса, соның 30-ы бала, яғни балалар. Сол себептен осыны адамдарға түсіндіру. Неге? Себебі ол жақтан келген адамдар жалпы кейде интернетте немесе жаңағындай интернет желілерінде әртүрлі көзқарастар айтылуы мүмкін. Яғни олар өздерінің таңдауын жасады ғой. Сол жаққа кетіп қалды ғой. Олар ол жаққа адам өлтіруге барды, соғысуға барды. Былайша айтқан кезде өзінің отанын сатып кетті деген сияқты. Сондай көзқарастар айтылады да, тіпті айтылуы да мүмкін. Сол себепті бұл қаншалықты дұрыс оларды осы жаққа қайтару. Ол қауіп емес пе деген сияқты мәселелерді көтерілуі мүмкін. Сол себепті бұл жерде біздер не істеуіміз керек? Ең бастысы түсіндіруіміз керек. Неге? Себебі ол адамдардың көбісі соның ішінде балалардың ешқандай несі жоқ, кінәсі жоқ. Олардың әйелдер дәл солай. Күйеулерінің
алдау арбауменен кетіп қалуы мүмкін. Күйеулері де дәл солай діни Балалардың кінәсі жоқ қой. иә діни мәтіндерді дұрыс түсінбегеннің себебінен де алданып кетіп қалған жағдайлар бар. Сол себепті жалпы адам Алла Тағаланың өзі де пайғамбарымыз айтады, адам еш уақытта қателіктен сақталған емес. Сол себепті кез келген адам қателесуі мүмкін. Сол себепті ол қателескендердің ең жақсысы кім дейді? Тәубеге келіп, өзінің істеген қылмысынан өкінгендері дейді. Сол себепті бұл жағдайда, яғни бұндай қателікті келесіде ешкім қайталамасын деген мақсатта. Сол сияқты сондай бір қиын қыстау заманды көрген адамдардың осы жаққа келіп, адамдармен не істеп жатыр? Қазір уақытта адамдарға сұхбат беріп жатыр. Жалпы Сириядан келген азаматтарды қазіргі таңда арнайы орталықта ұстап, оларды оңалтудан өткізіп жатыр. Жалпы бұл нәтиже береді ме, оңалтудан өткізу? Жалпы олардың енді психологиясы біздің бүгінгі қоғаммен сәйкес келмей қалатын кездері бар. Бұл енді қазіргі уақытта көбінесе оңалту жұмыстарын жаңағы педагогтар, сол сияқты психолог мамандар жасап жатыр. Иншалла оның оң нәтижесін береді деген сенімдеміз. Неге? Себебі қазіргі уақытта өзінде мынау сол жұма намазында, сол уағызда бір видео көрсеттік. Сол видеода сол жаңағы Сириядан қайтқан әйелдің жаңағы сұхбат беру. Жылап отырған. Жылап отырып, жаңағындай ол жақта болып жатқан жағдайдың ешқандай исламға қатысы жоқ екендігін айтып, сол сияқты ол жерде ешқандай да діннің, сол сияқты діни бір негіздердің ешқандай бір көрініс таппай жатқандығын естіп жатыр, ашықтан ашық айтып жатыр. Сол сияқты ол жерде нағыз жасап жатқан қылмыс, адам өлтіру, балаларды жаңағы кішкентайынан соғысқа тәрбиелеу. Одан кейін оларға не істейді? Кішкентай балаларды көпшіліктің алдында жануарларды бауыздап, соларды үйрету. Не үшін? Яғни болашақта адамды да бауыздау мүмкін деген сияқты. Соған тәрбиелеу, қанын үйрету, немесе жаңағындай етін үйрету деген сияқты. Сол сияқты әйелдердің, егер күйеулері қайтыс болса, басқа бір еркектерге не істеу? Некелестіріп жіберу. Немесе жаңағындай біреулер осы солардың көзқарастарына қарсы болса, үйлеріне қайтқысы келсе, оларды жібермеу, тіпті жаңағындай жазалау. Сол сияқты әртүрлі жазаның түрлеріне балаларды қатыстыру, соларды көрсету жаңағындай. Осы нәрселердің барлығын естіп ашықтан ашық айтып жатыр. Сол сияқты өзінің баласында кетіп қалғандығын айтып жатыр сол жерде. Тіпті оны жаңағындай қайтаруға ақша бергендігін де айтты мысалы. Осының барлығын естиді. Бұл меніңше жаңағындай оң нәтиже деп ойлаймын. Неге? Өйткені анау видео бағдарламаны көрген адамдар ойланады. Яғни өйткені кез келгеніміздің несі баламыз бар. Ол балалардың болашақта қандай бағытта болатындығын ешкім білмейді. Сол себепті осындай видеолар, осындай кісілердің жаңағындай ашық сұхбаты ол адамдарға жаңағындай пайдасын тигізеді деген жаңағындай ойдамыз. Сол себепті оның бір оң нәтижесі боларын иншалла болашақта көре жатармыз. Жаманнан жиреніп, жақсыны үйренетін дүниелер береді дейсіз ғой. Ал жалпы Теміртордағы азаматтар, мысалы Сириядан келген азаматтардың, ер азаматтар Темірторға тоғытылды қазіргі таңда. Жалпы олармен жалпы жұмыстар қалай жүргізіледі? Мысалы Теміртордан шыққаннан кейін де сол өздерінің ағымдарына қайта келіп жатқан азаматтар аз емес. Жалпы енді Темірторға түскеннен кейін олармен жаңағындай олардың да өзі деңгейлері болады, дәрежелері болады. Біреуі жаңағы енді бастағандар болады. Біреулер кәдімгі соғыстарға қатысып, сол соғыстарда 10 жылдап, 7 жылдап әрекет еткендері бар. Сол себепті әлбетте мынау адамның санасын өзгерту ол оңай дүние емес. Жаңа біз алдымызда айтып кеткендей, діни мағлұматты ең бірінші кім берсе, жүрекке ең бірінші қандай мағлұмат орнықса, оны енді өзгерту кішкене қиындау. Себебі тура жолды беруші ол Алла, біздің қолымыздағы нәрсе емес. Бірақ дегенмен біз не істейміз? Сол насихатты жүргізуге тырысамыз. Бұл жағдайда көбінесе мынау өзгеруге бір былайша айтамыз ғой, жаңағы өзгеруге мүмкіндік жасайсыз. Мүмкіндігі жоғары кісілер кімдер? Ол мынау логикалық ойлау жүйесі әлі де жақсы, яғни өшіп қалмаған адамдар көп жағдайда не істейді? Оң нәтижесін беріп жатады. Сол себепті осы мәселені естеу керек. Көп аңғару, бұл жерде ол қоғамдық жаңағы социалдық жағдай емес, немесе жаңағындай оның білімді білімсіз емес. Көбінесе ол логикалық жүйесі егер жақсы жасаса, ойлау қабілеті, ондай адамдарды өзгерту көбінесе оң нәтиже беріп жатады. Сол себепті енді оның ішінде өзгергендері де бар. Яғни қателіктерін түсініп, жаңағындай дұрыс бағытқа қаратай бұрылып жатқандары, яғни дәстүрлі ислам жолына қаратай аяқ басып жатқандары да бар. Өзіңіз айтқан сияқты
өзгергісі келмейтіндері де бар. Сол себепті енді оның барлығы болашақтың еншісінде олармен жұмыс жасау. Яғни жұмыс жалпы не істеп жүреді, тоқтамайды, ол жасала береді. Себебі жаңа айттық қой, өзгерту мәселесі ол өте қиын нәрсе. Яғни бірақ дегенмен қиын екен деп ешкім қол қусырып отырмау керек. Керісінше жұмысты ары қаратай қарқынды жүйеде жалғастыру керек. Жақсы. Жалпы осындай жат ағымдармен күресудің негізгі басты құралы былай айтқанда ол әрине тәрбиеден басталу керек қой. Әлбетте енді жалпы мынау неге олардың жаңағыдай қалыптасуына енді ең бірінші егер жас балалар болатын болса, әлбетте ол тәрбиеге маңызды бөлу керек. Неге себебі көп жағдайда мынау жат ағымның жетегіне кететін кісілер көбінесе мынау интернет желісін пайдаланатындар. Оны әлбетте қазір жастардың кез келгені интернетте отырады. Сол сияқты сол жерде түрлі мағлұматтар өздеріне қамтиды, соны жинақтайды. Сол себепті осыған сақтық таныту керек. Яғни балалар қандай не көріп жатыр интернеттен. Сол сияқты мынау егер қандай да бір балада діни тұрғыдан сұрақтар туындаса, немесе бір жаңағы діни тұрғыдан өзі бір бағытты қабылдап, сол жолда әрекет етуді қаласа, ең бірінші жаңағы діни басқарманың аясында қызмет етіп жатқан қызметкерлерге баруға тырысу керек. Яғни мешіттерге барып, сол жерде имамдармен жолығып, солардан жаңағы кеңес алып, соларға балаларын жолықтыру қажет. Яғни ол өте маңызды нәрсе. Ал енді сол сияқты кейде енді мынандай бағытқа түсіп кеткен жағдайда болатын болса, бұл жағдайда егер балалар болатын болса, олармен жұмыс жасау кішкене қиынырақ. Неге себебі балаға бірдеме түсіндіру үшін ең алдымен оның ата-анасынан не алу керек? Рұқсат алу керек. Сол себепті бұл жөнінде көбінесе жастарменен педагог мамандар, сол сияқты психолог мамандар жұмыс жасайды. Енді бізде өздері ата-аналар алып келмесе, ол не қиын, немесе бізге өздері үйіне шақырса, сондай жағдайларда біз не істей аламыз? Жұмыс жасай аламыз. Неге себебі кейде қандай да бір жас жеткіншек баланың бір дұрыс емес бағытқа түсіп кеткендігін ата-анасына айтқан кезде, ата-анасы не істейді? Кез келген ата-ана өзінің баласын жақсы деп есептейді. Сол себепті қорғаштай бастайды. Мен балам ондай емес. Ол мешітке барады, намазын оқиды, шылым тартпайды, арақ ішпейді деген сияқты. Бұзақылық жасамайды. Сол себепті бұл жағына мен керісінше оң өзгерісті көріп жатырмын деген сияқты. Сондай жағдайларды айтады. Сол себепті бұл жағынан егер ата-анасы қарсы болып жатқан болса, жұмыс істеуді не істейді? Кішкене қиындай түседі. Сол себепті бұл жерде ата-аналарды не істеу керек? Біраз ойлану керек. Егер шын мәнінде баласынан сондай бір теріс ағымға түсіп кеткен бір белгілерін байқаған болса, оны дер кезінде түзетпесе, оны дер кезінде тиісті жерлерге алып барып, сол мәселені көтеріп, соны емдемесе, ол түбі не болуы мүмкін? Өте қиын жағдайларға душар етуі мүмкін. Сол себепті көп жағдайда біз енді практикадан біліп жатырмыз, ата-аналар не істеп жатады? Сондай іс-әрекеттің нәтижесінде сондай сынай танытқан баламды қорғаштаймын деп, кейін көздерінен жас алып жылап жатқан, мен қайдан білейін деген сияқты. Мен білмедім, түсінбедім, ойладым деген сияқты осындай бір жағдайлар болып жатқандығы ол да ақиқат. Сол себепті осыған не істеу өте баса назар аудару керек. Одан кейін енді мынау жаңағындай тордың ішінде емес, қоғамдағы ағымдардың көп жағдайда не істейді? Бізде енді Қазақстанда белгілі уағызшылар бар. Солардың насихаттайтын. Соның ішінде мысалы Делмұрат Мұхамедов деген сияқты, сол сияқты Назаратолла деген сияқты нелер бар, солардың уағызшылары бар. Оны енді өздеріңізде теледидардан жалпы естіп жатқан шығарсыздар. Мынау Сауд Арабиясында ол кісілер көп жылдары шетелде болды. Сол шетелде жүріп не істеді? Қазақстан қоғамындағы адамдарды өздерінің сенімдеріне, өздерінің жаңағындай дұрыс емес көзқарастарына интернет арқылы уағыз лекциялар жасап, яғни баулыды. Сол себепті осындай істердің нәтижесінен мынау Сауд Арабиясының өзі, сол мемлекет не істеді? Олардың сол лекцияларынан дұрыс емес жаңағындай діни көзқарастарды байқап, олардың не істеді? Жаңағындай қамауға алып, кейін қазір енді Қазақстанға мемлекетіне жалпы тапсырды. Сол себепті бұның өзі нені көрсетеді? Яғни Саудия мемлекетінің өзі бұндай жаңағындай ағымның мүшелерімен оларды не істейді? Күрес жүргізеді. Сол себепті осы жерден біздер
түсінуіміз керек. Яғни мынау кейде көп жағдайда олар не істейді, мынау Саудия еліне бағытталады. Яғни соларды бір үлгі ретінде көрсетеді. Неге? Себебі дін сол жақта басталған, пайғамбарымыз сол жақта туылған, Мекке, Медина ең қасиетті мұсылмандардың қалалары сол жақта, сол себепті ол жақтағы мұсылмандар ең дұрыс мұсылмандар деген сияқты сондай көзқарастарды айтып не істейді, адамдардың санасын улайды. Асылында бірақ қарайтын болсақ, ол жақтың мемлекеті не істеп жатыр? Ондай дұрыс емес көзқарастарды, яғни балта шауып, жаңағындай оларға оң қабақ танытып жатқан жоқ. Керісінше оларды қылмыскер ретінде қамауға алып жатыр. Осы жағынан да не істеу керек? Қоғамдағы дін ұстанушы жүрген адамдар ойлану керек. Сол себепті осыған осындай бір ақпараттарды естіген кезде солардың жаңағындай ұстанушылары ойлану керек. Не үшін ол қамап жатыр? Оны енді Қазақстанда қамап жатқан жоқ қой. Дұрыс болса несіне қамайды? Дұрыс болса, егер бағыты шын мәнінде дұрыс болса, сол сияқты осы уақытқа шейін дін қызметкерлері неге оларды тыңдамауға шақырды? Демек, оның барлығында астарында не бар? Бір мәселе бар. Соны не істеу керек? Адамдар түсіну керек, ұғу керек, дер кезінде дұрыс нәтиже шығаруға, қорытынды қылуға тырысу керек. Жақсы. Тіпті мынау айтып кететін нәрсе, мынау қазір Саудия мемлекетінің өзінің жаңағындай дін мәселесін ұстанып жатқан бағытының кейде бір дұрыс емес тұстарын байқап, қазір діни бағыттың өзін істеп жатыр, өзгерту мәселесіне қаратай қадам басып жатыр. Неге? Себебі оларды түсініп отыр. Көбілер өздерінің еліндегі азаматтардың көп жағдайда радикалдық көзқарастарға кетіп қалуы. Сол сияқты жаңағындай дінді тар түсінікте түсінуі. Себебі жаңа айттық қой, жаңа көшу мәселесі, хижрет мәселесі. Бұл дінімізде түсінігі ауқымы өте кең. Оны тек қана жаңағындай бір мемлекеттен келесі мемлекетке көшу мақсатында ғана қолданбау керек. Оның басқа да мағынасы бар. Кейде мысалы болады, не болады, бір мемлекетте аштық болуы мүмкін, қауіп қатер болуы мүмкін. Сол кезде бір тыныштық елге көшу нәрсесі бар. Одан кейін пайғамбарымыз хадисінде және әл-хижра әл-мухаджиру мән хаджира мә нахаллаху анху деген пайғамбарымыз хадисі бар. Мухаджир дегеніміз көшуші кім? Яғни Алла тағаланың тыйым салған нәрселерінен басын тартқан адам дейді. Оның да не дейді? Яғни жаман жақтан жақсы жаққа қаратай бет бұрған адамның өзін мухаджир деп пайғамбарымыз айтып отыр. Сол себепті ондай да көзқарасы бар. Сол себепті мынау не дейді? Көп жағдайда ағым мүшесінде жүрген адамдардың, жаңа уағыздаушылардың сөздерінен естіп жатасыз. Оларда мысалы екі ақ түсінік бар. Болады, немесе болмайды. Бірақ шариғатта олай емес. Шариғатта міндеттердің өзіне түрге бөлінеді. Парызы бар, уәжібі бар, сүннеті бар, мұстахабы бар, рұқсат деген нәрсе бар. Көрдіңіз, бір-ақ нәрсе емес қой, 5 категория бар. Тыйымның да өз солай категорияласы бар. Мысалы, ең жоғары тыйым харам деген. Одан кейін жаңағы харамға жақын макрух деген. Одан кейін макрух деген, ұнамсыз деген нәрсе. Бірақ істеген кезде қылмыс болмайды, бірақ ұнамсыз нәрсе деген сияқты. Осындай нәрселер бар да. Бірақ оларда тек қана қандай түсінік бар? Болады және болмайды деген. Яғни көп жағдайда олар жастардың түсінігін естиді, діни түсінігін тарылтуға тырысады. Сосын екіншісі өздерінің ғана тыңдауға шақырады. Одан кейін тағы да бір жайт, қазіргі уақытта енді қазақстандық сондай азаматтар барады ғой, Сауд Арабиясына. Сол жаққа барған кезде сол жақтың ғұламаларына сұрақ қояды. Біздің мемлекетімізде осындай бір жағдай бар, жаңағындай дәстүрлі дінімізді қабылдамайды, жаңағы бүкіл әлем мұсылмандары мойындайтын 4 мазхаб бар. Соны жаңағындай не істейді? Біздікі ханафи мазхабы ғой. Соны жаңа мойындамай жатады, соған қарсы келіп жатады. Біз не істеуіміз керек деген сұрақтар қояды. Ол жақтың да ғұламалар не дейді? Өзіңнің еліңізде, яғни діни басқарма бар, дінге жауапты. Соларға бағыныңдар, және солардың ұстанып отқан ханафи мазхабы ма? Бұл мазхаб бүкіл әлем бойынша мойындалған бағыт, жол. Сол себепті бұнда не істеу керек? Бұл сүннеттік жол, бұл пайғамбарымыздың ұстанымына сай жол деп не істейді? Сол мазхабта құлшылықтарыңызды, практикалық амалдарыңызды асыруға әбден болады деп жауап беріп жатады. Сол себепті адамдар осыған да не істеу керек? Көңіл бөлу керек. Жақсы. Дархан мырза, сонымен қатар мынау шарап ішіп көшеде жатқан бірнеше дін өкілдерінің бейнежазбасы ғаламтор беттерінде қызу талқыға түскен болатын өткен жылы. Жалпы осылар біздің жастарымыздың дін туралы теріс ойлауына әсерін тигізеді ме? Әлбетте, жалпы мынау діни қызметкердің өзінің этикалық несі болады, ұстанымы болады. Жалпы тұлғалық өзінің бейнесі болу керек. Соның ішінде жаңағындай ең әлбетте дін мәселесіне қандай да бұйрықтарды Алла Тағала айтқан болса, қандай тыйымдардан тыйған болса, ең бірінші бұның бәрін пайғамбарымыздың өзіне қарата айтылған. Одан кейін оның жаңағы үмметіне. Сол себепті сол дін ұстанушы немесе дін насихаттанушы адам
Әлбетте сол міндеттерді ең бірінші өзі атқаруы тиіс. Яғни бір нәрседен бұйыратын болсаң, бірінші соны өзің жасап алу. Бір нәрседен тиятын болсаң, содан бірінші өзің тыйылып алу. Солай үлгі көрсету керек қоғамға. Әлбетте не, жаңағындай егер өзінің ұстанымы немесе өзінің жаңағындай толғалық бейнесінде қандай да бір қателіктер болып жатқан болса, енді біз айтамыз, адам жалпы кейде мынау дін қызметкерлеріне бір өзгеше бір көзқараста қарайтындар болады. Яғни бұлар жаңағындай ерекше бір сипатта болу керек деген сияқты. Бірақ асылында ол да не, адам. Сол себепті ол да не істейді, қателесуі мүмкін. Сол себепті сондай қателік жасап жатқан кезде, әлбетте ол адамдарға не істейді, көзқарасына дұрыс емес көзқарас туындауына, сол сияқты мынау діннің жалпы өзіне дұрыс баға бермеуге әкеп соқтырады. Бірақ сол себепті пайғамбарымыз өзі ескерткен, кез келген діннің ұстанушысы сол діннің өкілі. Сол себепті сол өзінің жүріс тұрысына қарасын деген. Осы дінге қарада қалып келе ме, әлде керісінше дінге жақсы көзқарас таныта ма, адамдардың соған қарау арқылы. Сол себепті осыған мән берсін деген. Ол жерде ол дінді ұстанушы да бар, дінді насихаттаушы, кәдімгі дін қызметкері де бар. Сол себепті барлығын істеу керек, өзінің жүріс тұрысына өте жете мән беру керек. Ал енді қателік жасап жатқан болса, адамдарға жалпы қоғамға айтатыным, қателікті не істеу керек, сол адамның қателігі деп түсіну керек. Неге? Себебі дін оны оған шақырып жатқан жоқ. Дін ондай бол деп оны насихаттап жатқан жоқ. Себебі дінде ондай қателіктің барлығы не істелген, тыйым салынған. Бірақ адам сол қателікті жасап жатқан болса, дін қызметкері бола тұра. Ол сол адамның өзінің қателігі деп түсіну керек. Соған бола дінге дұрыс емес көзқарастар танытуы ол қате, дұрыс емес. Себебі не, кез келген салада саланың маманы не істеуі мүмкін, қателесуі мүмкін. Кейде дәрігерлер де қателесіп жатады. Бірақ ол жерде не істейміз, біз айтпаймыз, ол медицинаның барлығы дұрыс емес деп. Сол сияқты кейде мемлекеттік қызметкерлер де қателеседі. Бұның өзіне мемлекеттік қызметте жасауға болмайды деген ұғым түсінбейді ол. Шықпайды ондай ұғым. Сол сияқты кейде жаңағы ГАИ мамандары да не істейді, қызметкерлерді қателесуі мүмкін. Бұл жерде не істемейді, сол жүйенің барлығы дұрыс емес деген түсінік қалыптаспау керек. Керісінше сол жеке адамның өзінің қателігі деп, соның дұрыс емес жаңағы әрекет жасағанды деп қабылдау керек. Және одан әлбетте егер түзеуге тура мүмкіншілік болатын болса, оның түзеуіне әрекет жасау керек. Керісінше жаңағындай бір батпаққа белшесінен батқанды үстінен баса бергеннен гөрі, оны істеу керек, сол батпақтан алып шығуға қаратай әрекет қылуымыз керек. Неге? Себебі адамдар көбінесе мына дінімізде шақыратын нәрсесі сол. Яғни адамдарды көп жағдайда қателескен екен деп, оны айыптай бермеу керек. Керісінше сол қателігінен жөнделуге қаратай тырысу керек. Әлбетте бұлай енді негізгі неде, өзіңіз сұрағыңыз қойған сияқты, оның несі бар? Теріс жағы бар. Жаңағыдай теріс көзқарас қалыптастырады, дұрыс емес көзқарас қалыптастырады деген нәрсе, оған енді біз не істейміз? Келісеміз. Оған жаңағыдай шын мәнінде адамдардың бәрі бірдей кең ойлай бермейді ғой. Кейде не істеп жатыр? Сондай адамға қарап, бүкіл дін қызметкерлерінің бәрі сондай, бүкіл имамдар сондай деп ойлайтын кісілер де барады. Енді оған біз ешқайсымыз шектеу қоя алмаймыз, бірақ дегенмен бұл көзқарас дұрыс емес. Жақсы. Дархан мырза, сіздің сұхбатыңызға келгеніңізге, біздің студиямызға өзіңіздің осындай ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Болашақта жасап жатқан алдын алу шаралары оң нәтиже берсін, еліміз әрқашан тыныштықта болсын деген тілек білдіреміз. Рахмет. Егер де бір елдің бірлік берекесін бұзғың келсе, онда сол ұлттың қыздарының тәрбиесін нашарлату керек. Сонда ғана олар батыр ұлдарды тәрбиелей алмайды. Құрметті көрермен, батыр дегеніміз қолға қару алып, өз бауырыңды ату немесе шығару емес, керісінше сенің еліңе келген жауға қасқая қарсы тұру. Сондықтан ойланайық, шешім қабылдайық. Келесі жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.